Ассалаумағалейкум. Перезагруз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Дакемен бірге, как всегда. Көп адамдар бізден сұрап жатыр да, кеше рилс салғанбыз, кстати. Дакенікі де менікі де атып кетті. Сол рилста әйелдер туралы айттық. Даке, өзіңіз сол рилс туралы айтып жіберсеңіз, жалпы көп әйелдердің неге қарым-қатынастары дұрыс емес, неге еркектер дұрыс емес кездеседі, неге обесценить етеді. И осыда прям аштыңыз да, сол рилсты осы толықтай осы каналда ашып берсеңіз, мен көрермендерге де қызық болады деп ойлаймын. Всем привет, ассалаумалейкум, каналға қош келдіңіздер. Енді бұл жерде біздің айтып жатқанымыз, бұл сана деңгейінде емес, бұл түп сана деңгейінде көп қыздар қазір Қазақстанда, енді қазақ қыздар деп айтайық, қазір қатты эголарыңызға тиіп кетіп жатса ренжімеңіздер, бірақ көптеген қыздар ол өздерін алдап жүреді. Қазір енді 2000-нан астам қыздармен жұмыс жасап, менің өзімнің анализім бір оправдание айтады да. Мен осы байымның кесірінен тым жақсы қыз едім, осыған күйеуге шыққаннан кейін осындай болып қалдым. Бұзылып кетті өмірім. Өмірімнің барлығын осы, енді грубо айтқанда, осы ублюдок болмағанда мен бақытты қыз болар едім. Бірақ мынаның кесірінен осындай болып қалдым. Но получается бір жаңағы жәбірленуші деген халді жақсы көріп тұр да көп қыздар. Негізі егер ол түсінетін болса, жақсы еркекті табу үшін, жақсы мықты еркекті табу үшін ол қызға просто расслабленно бір наслаждаться етіп өмір сүру керек та, өзінің психикасымен, өзінің кожасымен, өз болмысымен, хотя бы бір спортқа бармаса да бір жаяу жүріп, бір 10 этажда тұратын болса, жаяу мініп түсіп деген сияқты шамалы анау бір денесі бір өзімен айналысса дейсіз. Қатты кетіп қалмаса жаңағыдай. Енді сіз білесіз ғой, то что біз еркектер әдемілік жақсы көреміз ғой. Біз енді көзбен жақсы көреміз. И қанша жерден ол айта бергенмен де, мына адамның ішкі дүниясы барлығы дұрыс болса, ішкі халі дұрыс болса, ол оған сондай бір не келеді, дұрыс еркек келеді өмірінде. Қыздардың бір ошибкасы, олар өздері еркектер сияқты еркек іздейді да өздеріне. Өздері еркектер сияқты ойланып, көшеге шығып еркек іздеп жүреді да. На самом деле олар өздерін әдемілеп, өздерімен жұмыс жасаса, оған дұрыс еркек келер еді да, оны таңдар еді. Сол қазір енді айтатын жаңағы бір оправдание, ол осындай бір, енді грубо айта берейік, говноны тауып алдым, 1-2 жыл өмір сүрдім. 2 жылдан кейін осы говно бәрі говно болып қалды. Ол өзгерген жоқ. Бұны мен ата-анама, бүкіл әлемге, өзіме алдап келе жатырмын барлығын, бірақ қазіргі мына туып жатқан балдарымыздың өзі ауру болып жатыр, анау там аутизм, ЗПР деген сияқты. Ол жайдан жай ауырмайды ғой, енді оны білесіз. Сондай бір даже на кожный проблемалармен, артық салмақпен неге қыздар тез семіріп кетеді үйленгеннен кейін. Сол жаңағы обида, сол ренжим деген сезім жиналып жаңағы өмірге, жаңағы күйеуіне, енесіне, ата енесіне, өзінің туғандарына ренжіп, жаңағы денесінде сол ақпараттар сақталады, сол судың ішінде, сол. И қыздарға енді біздің айтар жаңағыдай, енді кеңес дейміз ба, бұл бір жол көрсететініміз, сіздің еркек таңдамау керек. Ол мықты еркектердің қасына сондай қыздар керек, расслабленно жүретін, еркелеп, жаңағы ырбаңдап, бір қыз сияқты болып жүретін, властьқа таласатын, өзінің бір несін, ішкі бір халі болады ғой. Үйінде мамасы управлять етсе, ол қыз да управлять еткісі келеді. Папасы үйінде жаңағыдай вопрос шеше алмаса, ол қыз да сол бейсаналық түрде дәл сондай еркек табылады, который сол бір енді кездесіп қалған қыздың артынан жүріп кетеді да, соның айтқан сөзімен, соның айтқан направлениесімен, ол еркектің өзінің ойы жоқ, өзінің көзқарасы жоқ. И ал мықты еркектер, который өзінің направлениесімен ұратын, үлкен ақша табатын, масштабқа шығаратын, бала шағасын шетелге апаратын, күшті үйде бере алатын еркектер, олар енді білесіз ғой, ол әйелдің эмоциясына беріліп кетпейді. Олмен бірге жылап, олмен бірге шаршадым, сындым деп. На поводу әйелмен бірге жаңағы кетіп қалмайды. Ерегісі отырмайды дейсіз ғой. Оның өзіне еріп кетпейді. Ал қыздарға выгодно болып тұр ғой. Сондай жігіт тауып алып, оны шамалы езгілеп алып, өзіне келтіріп алады да, сонымен, грубо айтқанда бір мамочкин сынок дейді, или жаңағыдай бір енді сондай бір не береді да, оларға атау береді. Енді проблема по-любому оның түп санасында балалық кезінде болып тұр ғой, жаңағы 7 жасына дейін. Дәке, сол туралы айтпайыншы, өтініш, мысалы, сізде менде жұмыс жасаймыз ғой, особенно әйелдермен, которые отношениесі құрылмайды, немесе отношениесі былай айтқан кезде бытыш болып кеткен, еркек былай айтқан кезде жауапкершілікті ала алмайды, в общем, целым өзі өмірден былай айтқан кезде бір әбіржіп кеткен әйелдер туралы да. Осы психотравма туралы түп санасына кірген кезде қандай основной психотравмалар шығады? Бұл енді көбінесе мамасы үйінде билік жүргізген қыздардың саналы түрде ақылымен ол өзі күшті қыз болғысы келеді, жаңағыдай милый жаңағыдай болады ғой. Сондай болғысы келеді, бірақ бейсаналық түрде соған апарады ол. Сол подтверждение тауып, түп санасымен сондай еркек табылады өмірінде. Жаңа истерика шығарып, тарелка сындырып, үйінде хайвай шығарады. Әйтеуір жаңа айтады ғой, тыныш отқан бүркіттің деп, бір жерін шығып үркітеді.
соның бір нәрсесін табады, әйтеуір үйіне келсе жаңағыдай допросқа келгенде қайда болдың, не істедің, жұмыста болдың ба, әйтеуір соны бір тергеп отырады постоянно. Сөйтіп жүріп ананың намысына тиіп ол еркек бір күні бір шапалағын береді. Бір шапалағын бергеннен кейін ол сол махаббатын алады, өйткені ол көрген істеп тұр ғой. Оның үйінде мамасы модель поведения сол бір бақытсыз деген әйелдің бір несін көрді, формасын, соны просто қайталайды бірге бір. Получается, мен түсініп тұрмын, бірақ көрермендер түсінбеуі мүмкін да. Получается, вот ұяда не көреді, ұшқанда соны жасайды дейді ғой. И жаңа айтып жатсыз ғой, мысалы мына жерде айтуы мүмкін, екі еркек қазір еркектер жақтап жатқан шығар деп. Жоқ, абсолютно біз еркектерді жақтамаймыз, просто как айтып жатырмық та. Мысалы нормальный әйелдер деген кезде былай ғой, эмоцияға өзін жаңағындай эмоциясын бақылап, өзінің қайдан шыққанын, не істегенін өзі жауап беретін әйелдер бар ғой, в принципе өзі. В целом, как бы психоэмоционально устойчивый деп айтсақ, психоэмоционально здоровый деген. И олар әйелдер жаңағындай подавать етпейді ондай заттарға. А то, что Даки айтып отқан, ол былай болуы мүмкін картина. Мысалы, адамның миында, вот миында картинкасында жаңағындай тату өмір сүру, бір-біріңді түсіну, жаңағындай уступать ету дейді ғой, проглотить етесің кейде, дұрыс па? Кейде әйеліңнің болады кейде андай настроение жоқ, ПМС-тер болады, қуып кететін моменттер болады. Сол кезде сен жағаласа беретін болсаң, сенің шерің қалмайды ғой. Сол кезде көзін жұма саласың. В этот момент еркектер провоцировать етіп, еркектер де жабылады. Сол кезде ана әйелдің мысалы жаңағы екі еркекке деген мысалы дауысын көтереді, кейде ұрып жіберетін еркектер де бар. Сол кезде ана миындағы подтверждениесін табады да. Мужики все говно деген сияқты. Өткен кішкентай кезінде жаңағындай папасының дәл сондай картинкасын көрген ғой. Миымды ашпашы деп кетіп қалады, ішіп кетеді, миымды ашпашы деп сол кезде тисе берген кезде ұрады, соғады, ана қыз шоке болды, сол картина миына воспроизвести етеді да. Мысалы мен мынандай болған Даки қараңызшы. Бір рет тұрмысқа шыққан, ажырасқан, екінші рет тұрмысқа шыққан, ажырасқан, үшінші рет тұрмысқа шыққан, ажырасқан, и үшінші күйеуі мынандай жасаған ғой. Үшінші күйеуі келген түнгі 3-те таксовать етіп. И әйелі жаңағындай кішкентай баласымен жаңағындай түнгі 3-те келіп шай беріп жатыр. Енді ойлаңызшы, настолько удобный. Түнгі 3-те келіп шай беріп жатыр, өзі ұйықтағысы келді, баласы домалап құлайды. Айқай-шу төбелес, жаңағы тағы қайбай болады. Сол кезде сол қыздың миында түпсанасына қандай шыққан білесіз ба? Түнгі 2-3-те папасы ішіп келеді, дәл сол тұрғызып қояды ғой. И анау қыздың миына сондай картина шығады. Типа, дәл сол 40 жастағы картина, и 3 жастағы кішкентай қыздың миында дәл сондай картина. Папасы жасағанды беспроизвольно, невольно сол картинаны воспроизводить жатыр өмірінде. Вот прикиньте, вот так вот. Кейде біз өзіміз байқамаймыз, бірақ ол бейсаналы түрде болады да. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа қыздар қазір бізге ренжитін шығарсыздар, бірақ біз қыздарды да еркектерді де жаман деп отқан жоқпыз. Бұл жерде әңгіме ол қыздың өмірі и оның балдарының өмірінің бытшысын шығарып жатқан жаңағыдай болады ғой. Психотравмамен өсіреді ол бала, енді кішкентай бала сканер сияқты ғой, соны көріп өседі да. Қазір енді барлығымыз ата-анамыз, и бұл бала тәрбиесі бұл үлкен тақырып қой. Негізі ол модель поведения дұрыс көрсетпесең, біз сол жігіттер туралы айтып жатырмық, сол қыздар туралы. Ол глубоко несчастный қыз, ол не только өзінің өмірін, ол сол баласының бәрінің өмірін енді грубо айтқанда маңыратып жүреді ғой. И біз соны қатты айтып жүріп жатсақ, оны көңілдеріңізге алып қоймаңыздар. Ол өзіңіздің психикаңызбен, өзіңіздің қалыңызбен, состояниеңізбен жұмыс жасамасаңыз, ол баланың бұл жерде кінәсі жоқ қой. Енді причем тут бала деу мүмкін да кімдерші. Мысалы қараңыз, жаңағындай әйелі кипіш көтеріп, күйеуінен таяқ жеп қалды. Күйеуіне сөйлей алмайды, жауап бере алмайды, ішіне сақтайды. Кішкентай баласы келіп ойыншықты бірдеңе төгілет сындырады, и ана бүкіл өзіндегі ішіндегі жаңа ызасын баладан көреді да. Якобы ашуын бәрін баладан шығарады. Бала қандай травма алады? Бала без вины виноваты. Кінәлі сезім пайда болады. Бала уже жаңағындай папасына деген, өйткені любой ребенок смотрит глазами матери. Уже әкесіне деген кек сақтап тұрады. Қыз болса особенно. И сөйтіп жасы 18-20 келген кезде бізге келіп айтады да, мен әкемді жек көремін, қабылдамаймын деп. Содан басталады ғой бәрі. Несчастная женщина делает несчастный вот все вот. Не только себя, и отношения, здоровье, баласы кетіп қалады. Баласының денсаулығы, вот айтып жатырсыз Даки жаңа басында, ЗПРР, ЗРР қайдан шығады деп. Потому что сізді, мысалы, күйеуіңіз настолько обесценить етеді, грубо айтқан кезде, об вас вытирает ноги, но вы молчите, вы не говорите, мне больно, мне неприятно деп. И бала, оның сіздің, ана білесіз ғой, бала 12 жасқа дейін, тікелей бала маманың жаңа ішкі психоэмоциялық халіне байланысты деп. И бала дәл соны сезеді, бала да сіздің жаңағындай невыраженное чувствомен сөйлемей жүреді.
Өйткені менде бұл 3 жастағы қыз сөйлей алмайды ғой. ЗПР деген диагноз қойған. И осы перезагрузкадан кейін 2-3 айдан кейін, я помню, смс келіп тұр. Вот көрсетемін осы смс. Көбей мырза, қызым сөйлеп кетті дейді. 3 терапия жасап берген во время обучения. Что? Понимаете, да? Бармаған жер жоқ. Логопед, дефектолог, в общем, бармаған жер жоқ. Когда женщина өз-өзін қабылдап, өз-өзін жақсы көрген кезде, бала оны сезіп, бала да сондай эмоция бере бастады да. Даже, может быть, әйел айтады, ойын айтқысы келеді ғой, сөйлесейікші, шешейікші, бірақ может папасынан да мүмкін да. Опять же, папасынан да бір шамалы бір, ну, жауапкершілік алғысы келмейді да, қашып жүреді, ана как будто ана бала бір кішкентай проблема сияқты алып көреді да, жаңа ойдымда алмайды ғой, шешіп сөйлесіп кетеді ғой, бетеді ғой деген сияқты. Вот даке осы жақтан келісесіз ба білмеймін, мен жалпы айтып отырмын ғой, вот көп әйелдермен жұмыс жасаған кезде сол картина әкесі шығады ше. Не, әкесі. Осы неге көп әйелдер тұрмыста өте көп жауапкершілік алады өзіне. То есть пахать етеді, ақша тауып кетеді, бірақ ақша тапқан әйелде мен тұрмыста бақытты әйелді көрген жоқпын. Өйткені стресс, енді бизнес білесіз ғой, ол стресс, ол переживание, ол жаңағындай постоянный отчеты, налог, жаңағындай постоянно жан-жақтан саған хабарласады, зарплата қашан, аренда қашан деп, ол әйелдің по-любому психикасына әсер етеді. И осы жерде страсть жоғалады ғой еркекпен. Ол еркектің жұмысы. Вот не үшін көп әйелдер бейсаналы түрде жауапкершілікті алғысы келеді. Вот сол туралы білесіз бе мысалы сұрақ? Ол енді жаңағы опять же сол көргені ғой, үйінде мысалы енді мен білесіз ғой, сізге келген кезде 2023-те мен де дәл сол болдым ғой, плюс-минус жаңағы абьюзер деген бар ғой. Ұрып соғып, үйде бір жерін аңдып, телефонды бер, инстаграмыңды бер, кімге лайк бассын, неге саған қарады. Сондай состояние жүрді ғой, бірақ мен ойлайтын, енді ақылға саласың, как будто дұрыс болғың келеді ше, шешкің келеді, бірақ именно сен шешкің келіп, олмен бір жақсы болғың келген кезде ол түсінбейді сені ше. Как будто сен подкаблучник болып қалатын сияқтысың, ана айтқанын істесең, сөйлесіп, оның вопросын шешетін болсаң, құтырып кетеді деп ойлайсың да, ана қатын құтырып кетеді, басыма мініп алады деген сияқты. И сөйтіп сізге келген кезде мен ана наставничествоға сол өзіме жұмыс жасап, и содан кейін түсініп жатырмын ғой, то что әйел адамды қашан сен ана сөзбен емес та, іспен сен жаңа айтатын едіңіз, үйіңе бар да, там өліп қалмайсың ғой, өзің жуып тастасаң, өзің істеп тастасаң, жауапкершілікті алса, үйіңе бала-шағаңа барып қыдырып ойнат, сен тастап кетсе, оны өзімен өзі болсын, или там 50 000 теңге хотя бы беріп тұр, косметикасын сатып алсын, китайский емес, там оригинал алсын. И соны реально мен сені бақытты қыламын деген сөз емес, реально іспен істеген кезде, вот мен сол кезде түсіндім. Ол картина мен қазір балаларым айтады ғой әлі. Вот папа, енді сен маманы бақытты қылдың ғой деп, потом өкінішке орай енді жұбайымыз қазір 1 жылдың шамасы болды өмірден өтіп кеткеніне. Бірақ сол қалды картина. Балалардың қалды. И опять же жаңағы қыз балдар ол кішкентай кезінен бастап сол нәрсені әкесінен алмай қалса, сезім жаңағы махаббат деген нәрсені ол соны даладан іздеп жүреді да, көшеден әр еркекке барып, жаңағы сіз айтатындай жаңағы айфон алып берсе қуанып, соның етегін еріп кетіп, алданып, содан кейін 1-2 жыл өмір сүріп көреді, 1-2 жылдан кейін түсінеді, то что ол напрягать етеді, раздражать етеді. Содан кейін ажырасайын десе ұялады, ұят болады, ажыраспа, үйге келме. Ол әкесінің, анасының ішкі эгосы, несі жаңағы намысы, жұрттың ойы, әңгімесі, қызының басымдырақ болып тұр ғой, қыздың бақытынан, бақытынан, ол немересінің өмірінен, тағдырынан, ол бақытсыз болып ажырасып жүрген қыз, оған оңай емес негізі баламен өмір сүру, қазір енді тем более әйел адамдар ол қиналады да біраз, жалғыз басты аналар. Оларға енді мен қиын жаңағыдай оңай деп оценка бермей қояйық, бірақ негізі мына басында болып жатқан құбылыстарды түсініп барлығын орын-орнына қойып алса, ол күшті бір халге келеді сондай. Шүкір деген сол состояниеге нормальный бір зрелый еркек келеді, который ол бала проблем емес оған. Ол нормальный еркекке бала проблем емес қой негізі. Өткен инстаграмда да көріп жатсың ғой, мысалы 4-5 баласымен алып, қабылдап, тату-тәтті өмір сүріп жатыр да. То есть вопрос не в том, что ол қабылдамайды, вопрос в том, что сіз өзіңізді бірінші қабылдау керексіз да, ішіңіздегі жаңағы таракандарыңызды реттеп, қабылдап деген сияқты. Сол ше, вопрос көбеге, қазір сөзіңіз бөліп жүрейін. Мен второсортный болып қалдым деген. Как будто менің балам бір ешкім керек емес. Менің уже багажым артында, менің артымда бір жаман нем бар деген сияқты ше. У меня есть старый бір нем бар да, прошлыйым бар деген сияқты қарайды да. Ол енді өткен шақ жоқ өмір ғой, бірақ сол жақтағы ойларымен әлі. Қазір мен болашақта бір еркек кездессем, ол менің балдарымды қабылдамайды, или балдарым оны қабылдамайды. Бір сондай бір картина бар да. Сол нәрсені жібере алмай жүреді. Бірақ ол енді адамның, барлық адамның прошлый бар ғой. Бәрі бір без прошлого нету будущего. Бірақ енді соны опыт деп қабылдап, ары қарай бір
жақсы ниетпен ішкі жаңағы халін өзгертіп алса, енді амалдың барлығы ол ниетіне байланысты ғой. Дұрыстап жақсы күйеуге шығамын, дұрыс қыз боламын десе, береді оған Құдай сондай жігітті. Иә, өйткені сен өзіңді қалай талайсың, қандай санайсың өзіңді, Иә. қалай жақсы көресің, дәл сондай самооценкамен саған еркектер кездеседі. Просто көп әйелдер осыны түсінбейді. Ойлайды, мен түрімді өзгерту керекпін, мен фигурамды өзгерту. На самом деле, как история показывает, голливудский актерлар бар, мысалы, актрисалар бар. Фигурасы онша емес мысалы. Бірақ өзін қабылдаған, өзін жақсы көрген, оған үлкен ақша табуға, бақытты өмір сүруге, жақсы хал қабылдауға ешқандай проблема емес та. Помните, как ты себя считаешь, вот зеркало қарап, дәл сондай сенің адамдарың да, окружениең. Вот мен екінші да вопросдаке вот неге жауапкершілікті алып жатыр дейсіз ғой, мен сіз жаңа былай жағын аштыңыз ғой, мен былай ашып көрейін. Мысалы, көп әйелдер еркектерге сенбейді ше. То есть в плане того, что мысалы қараңыздар, мысалы бір үйде проблема пайда болды, иә? Вот мысалы стиральный машина істемей қалды. Элементарно. Иә, кірлер жиналып тұр, короче, бір апталық. Еркегің аяқ көтеріп жатыр. И көп әйелдер не істейді? Сол стиральный машина бұзылып қала ма, резко звондайды. Жаңағындай, саламатсыз қалыңыз қалай, срочно жөндеп келіңізші деп. Бір рет жөндетеді, сөйтіп. Уже еркектің миына жаңағы сигнал барады. О, ана, оказывается, без меня может деп. Екінші рет лампочкасы күйіп кетеді, то же самое сөйтіп жасайды. Үшінші рет еще айтады ғой, сен шешесің бәрін, сен тауып аласың ғой күштісі мастерді, құлағынан теуіп қалады дейсің. Иә, сөйтіп алдап, бірақ әйел адам өзі байқамай қалады да, қалай жауапкершілік алғанша. Потом завтра не удивляйтесь, ертең элементарно шуруптан ауыстыра алмай қалған кезде, ертең үлкен ақша табуға, балалардың болашағына, балалардың киіміне, бүтініне, квартира даже төлеуге менде жоқ қой, сен тауып аласың ғой деп айтқан. Потому что сіздер өздеріңіз айтқан кезде допустили. Поэтому мен айтамын ғой, маған келеді, жауапкершілікті қалай алдырамын дейді да. Я говорю, ничего не делай. Бір зат сияқты қалып па? Ол зат емес қой негізі. Қалай мен ничего не смогу сделать. Я говорю, кредит па? До конца черныға кіргенше пока маңыратқанша счеттар блокқа до конца күтіңіздер. Вот сол кезде оның миына нейрон барады да, төлеу керек екен ғой деп. Өткен намысына тиеді да, талай счеттарын блоктау, таки осы 40 миллион қарызға келген кезде. Ұяласың ғой төлеуге. Счет төлей алмайсың, әйеліңе звондайсың, мынаны аударып жіберші, қазір счетына оплата төлейді деп. Намысым жаман қылса қарызға кіріп кеткен сондай болады. Сондай олар испытать ету керек та. Прям намыстарын жерге таптау керек та, сол кезде олар түсінеді. Екіншісі мысалы, квартираны қалай төлемей, көшеде қалып кетемін. Квартираны көшеге шығарып жіберсе де төлемеу керек қой. Иә. Вот сол кезде көшеге шығып кетсе, енді көшеге, понятно, 21-ші ғасырда ешкім мусордың қасына қонбайды. Сол кезде ол еркек түседі да, ё-моё, не істеп жүрмін деген сияқты ше. Үшіншіден жаңа тамақ жасап бересіз, қандай не бар. И холодильник бос, бір рет айттың, алайық продукт, ананы алайық, мынаны алайық деп. До конца күтіңіз, пока продукттар жоқ болып кетпейінше. Мен тамақ жоқ, бар ғой, наша рашада білесіз бе, суға тұз алып береді ғой. Сол сияқты қарау керек та. Сол кезде ол еркектің миына бірдеңге барады. Өйткені еркектерде инстинкт ярко выраженный. Тамақ жеу, ұйықтау, добиваться ету деген сияқты. И сол миына діңгеп түседі. Егер ол заттар әсер етпесе, ол еркек емес, уже ез ғой. Просто ез. Просто ез, который бар, штаны просто протиратив жүрген жігіт та. Поэтому егер осыны лайфхактарды қолдансаңыздар болады. Бірақ өздерін спасать етемін деп, мен кредит төлеу керек, мен историям құртылып кетеді, құртылсын, до конца құртылсын. Менің анау до конца болмай қалсын. Сол кезде ол еркек сізге толықтай жауапкершілікті алады. Сол кезде ол түсінеді. Ё-моё деген сияқты. Я понимаю, өзіңе ғана тиіп тұр ғой, аяйсың. Аяйсың. Мен туралы айтып отқан сияқты болады. Аяйсың, ана еркектерді аяйды ғой дәке. Иә, дұрыс. Бала сияқты қарайды, ойбай, құлап қалды, ойбай, сөйтіп қалды. Ойбай, бүйтіп қалды, шаршадың ғой деп. Сөйтіп жаңағындай өздерінің миына емес, прям мойнына отырғызып алады да. И көп әйелдерде осы сіздер байқасаңыздар болады, мына жерде жировое отложение, холка пайда болған көп әйелдерде, который үлкен жауапкершілік алып алған. Өйткені еркегі мына екі иығыңызда екі аяғымен салбырап тұр да. Өйткені сондай жаңағындай бүкіл мелочьтардың бәрін өздерін жасайсыздар. Поэтому еркектерге сеніңіздер, сол сенімді шығару керек кәдімгідей. Ол сенім жаңа айтқанда дәке кішкентай кезде пайда болған. Сол кішкентай кезіңіздегі әкеңізбен жұмыс жасап, соны қабылдаған кезде еркекке деген сенім пайда болады. Понимаете, да? Потому что мен всегда айтамын ғой, күніміз адамдарға қаратпасын. Күндеріңіз күйеулеріңізге қаратпасын. Күндеріңіз әйелдерге қаратпасын. Әрбір адам самодостаточный болу керек та. Я сіздер диплом бойынша да, не знаю, жаңағында бүкіл қағаз бойынша сіздер некелеріңіз жаңағындай өткен, сіздер ерлі зайыптысыздар. Бірақ это не означает, что сіздер жаңағындай бір-бірлеріңе зависим болу керексіңдер деп.
завис емес, бір самодостаточный болу керек. Сен күйеуіңсіз өмір сүріп білу керексің, күйеуің сенсіз өмір сүріп. Сол кезде ол есть здоровое отношение. А когда бір-біріне бит өмір сүретін болсаңыздар, бір-бірінің көттерін андырысын грубо айтқан кезде. Ана кіммен сөйлеп жатыр, ана кіммен істеп жатыр, ана қалай жасап жатыр, кім лайк басты, кім хабарласты, анау инстаграмны скроллить етіп кімге бүйтіп отырасыңдар. Ол зачем ол өмір емес қой, согласитесь? Поэтому когда человек самодостаточный, и ол білет та күні Құдай ғана қаратқан болды. Сол кезде адам полноценный өмір сүреді, бір-біріне сеніп, бір-біріне жаңағы жақсы көріп деген сияқты. А ондай бір, как это считаю, как духовный практика сияқты ғой. Ондай достигать ету үшін сен бүкіл таракандармен жұмыс жасау керексің да. Сен уже миыңмен, жүрегімен жіберу керексің. Мен сенсіз өмір сүре аламын, мен сенсіз бақытты бола аламын деген сияқты. Өйткені менде Құдай бар. Көп әйелдер даже жүрегінен шығара алмайды да. А жүрегіне Құдайдың орнына сен күйеуіңді қойсаң, күйеумен сыналасың. Жүрегіне Құдайдың орнына әйелді қойсаң, әйелмен сыналасың. Поэтому ешкім мына жерде ештеңе болмау керек Құдайдан басқа. Вот сол кезде это есть самодостаточный. Енді білмеймін, келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, астына пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Өйткені аптасына 2 рет Дәке екеуміз подкасттар шығарып отырамыз. Дальше кетейік, Дәке. Құдай қаласа, мен 31 май күні, Дәке, офлайн тренинг организовать етіп отырмын. Керемет. 4-5 сағаттық Астана қаласынан қарым-қатынас, как раз отношения, здоровье и ақша туралы сөйлесетін боламыз. Как раз таки орын саны шектеулі, максимум 60 адам болады, Дәке. Сол үшін цена символическая. Осы комментарияға номер қалдырып кетем, менеджерға шығыңыздар. 31-і примерно сағат 12-лерде болады. Это воскресенье, когда бәрін отдыхать етесіздер. Сол кезде біз кездесеміз. Поэтому толық ақпарат на комментарияға жазып кетеміз. Дальше кетейік, Дәке. Жалпы осы самодостаточный деген отношение туралы сіз қалай түсінесіз? Сіз өзі тоже сіздің аудиторияңыз бар. Сізде әйелмен жұмыс жасайсыз, әйелдермен, еркектермен жұмыс жасайсыз. Сол туралы айтып беріңізші, самодостаточный деген қалай? Ол енді жасай тұтқандай күйеусіз бақытты болып үйрену ғой. Өзің ол бақыт деген нәрсе сенің ішіңде да. Бақытсыздық та ішіңде. Егер сен жаңағы телефон сатып алғанда мен бақытты боламын, үй алғанда бақытты боламын, шетелге шықсам, машина алсам, күйеуге шықсам, күйеуім мені бақытты қылса бақытты боламын деп жүрсең, жаңа сіз айтқандай просто профукиш, өмірің өтіп кетеді. Анаған ренжисің, мынаған ренжисің, көңілің қалады. Сол адамдармен жаңағыдай сіз айтқандай сыналып жүресің да. Ол Құдай сынап қояды, сен сол адамға күнің қарап жүрсе, сол адам сенің бір должен деп жүресің да, ол адам саған обязан емес негізінде. Бірақ мына арасындағы мына сөз бір-бірімен жаңа сіз айтқандай сезім кетіп қалса, жүректегі сезім, ол уже жүректер алыстағаннан кейін арасындағы бір-біріне естілмейді әңгімелер, айқай басталады. Натанақ сөйлеседі, боқтасып қалады. Сөйтіп бір-біріне эмоцияларын шығарады. Одан кейін ол жерде не только ол махаббат, ол бір-бірін жеп көріп өмір сүреді ғой. А оны көрген балдар примерно плюс-минус дәл соны копировать етіп алады. Сосын жаңағыдай жүреді да. Күйеуім үйге келсе, ол болмаса, ол үйінде өзін бір сондай сезініп отырады да, қажетсіз болып, как будто мен керек емеспін бұлаған. Ол маған көңіл бөлмейді, внимание бөлмейді деп. Внимание керек емес, сізге қазір бір шамалы болады ғой адам, бір эмоционально түсіп кететін состояниесі, кішкене бір іште бір подавленный немен жүрсеңіз, өзіңізге ұнайтын бір нәрсені тауып алыңыз, я не знаю, там бетіңізге уход па, азында бір мезгіл, кешке бір мезгіл жақсы көретін бір спортыңыз тауып алыңыз. Өмір бойы ол спортта қалып қоймайсыз ғой, просто барыңыз. Сезім келді ма, спортқа бару керек деген барыңыз, 1 ай қатысасыз ба, 2 ай қатысасыз ба, көру керек. А если үйде отырып алып жаңағыдай осы күйеуім мені бақытты қылады десең, ол келмейді. Ол өзіңді жақсы көріп, жаңа опять же любовь к себе ғой. Өзіңнің уходың, өзіңнің спортың, өзіңнің хоббиң болса, жаңағыдай уже оған уақытың болмайды да, сен ананы күтіп отыратын ше, маған қашан. А егер көңіл бөлмесе, это уже понятно, что ол еркек сізден қашып жүр. Еркек неге қашады? Потому что на эмоциональном уровне ол сезеді. Ана қыз уже мамасы сияқты болып кетеді, или ұстаз болып кетеді, өмір үйретіп кетеді, ананы бейт, сен сөйт, үйге келатқанда түсті ал да, нан алып кел. Команда үйретіп кетеді уже андай да. Бейт, сөйт, сен тұр, отыр. Ішінде мына жерінде кішкентай бір титтей намысы бар жігіттер, ол іштегі өзі сынып кетеді. Ол әйел адам негізі еркекті қатты сындырып тастайды. Ол өмірде мен қазір байқап жүрмін, оның рөлі өте үлкен екен әйел деген нәрсенің. Сен даладағы көшедегі масштабын үлкен ақша табу деген оңай екен негізі еркекке. Сен үйіңде жаңа әйелдің бір сөзі ол өтіп кетеді екен саған. Көтеру үшін ба? Ол енді тиіп кетеді сенің анау жеріңдегі ішіңдегі стержень сындырып жібереді екен ше. Вот әйел адам жауапкершілікті толықтай 100% алмайтындай еркекке не болу керек, қалай болу керек, сол туралы айтып бересіз бе? Жаңағы ол максимально жауапкершілік деген ол бір зат емес қой, алып алып бүйтіп қолына ұстап жүретін. Элементарный кішкентай нәрселерді жаңа сіз айтқандай мойынға алмау керек қой. Әйел адам болсын, не болсын,
барлығы бұрын менің жұбайым сіз маған үйреткен техникаларды мен істедім ғой. Ол қай жерге барса да жаңа қайнапаларымыз сұрайды, туыстарымыз сұрайды, қанша жаңа квартира төлейсің, кредитін, машина кредит. Ол білмеймін дейтін. Он знает, я не знаю. Мен білмеймін ол қанша төлейтін, қанша үйде продукты керек, баланың аяқ киімінің размері не. Оған қызық емес ол. Баяғы сіз үйреткенде сериалын көріп, кітабын оқып, кайфовать етіп өмір сүрсей. Сол менің қазір қарайтын. Сол жерде мен 300 мың табыс табатын болсам, қазір ол X100 болды ғой, примерно бір там 3-4 миллионның шамасына келді та қазір енді. Нақты бір 4 миллион, 5 миллион болды. Енді Аллаға шүкір, мен түсінгенім, сол жерде мен өзгерген кезде, дүния деген нәрсе жауапкершілік алған кезде, мен ізіме қуып бастады ғой. Иә, еркек адам, Дәке дұрыс айтады. Еркек адамдар түсінбейді да, бірақ жауапкершіліктің артында үлкен байлық жатыр ше. Ол в плане материальном плане, духовном плане. Еркек адамдар жауапкершілікті алған сайын оның бар мысы пайда болады. Ол мыс ана столдың үстіне ұрып там епте алмайды емес, а вот как сказать, анау әйел адам сені былай сырттай сыйлай бастайды ше. Сүйсіне бастайды. Әйел адам өзін жаңа кішкентай қыз сияқты қарайтын болады саған ше. Мәссаған не істеп жүр деген сияқты. Өйткені ол әйелден таңертең тұрады Дәке. Ол ойламайды, коммуналка төлеу керек па, квартплата төлеу керек па, холодильник толы ма жоқ па, менің тренировкамды кім төлейді, тренировкаға қалай барам, қалай киінем, балашағым болашағы не болады, баламның жаңа айтқанда аяқ киім размері жаз келатыр, қыс келатыр деген сияқты, оны оқу болашағы деп. Ол ойламайды, ол просто жаңағындай өзінің тірлігін жасап жүреді. Қуып, әйел адам білесіз ғой, сәл жауапкершілік болмаса сәл қуады олар. Жаңа сериалын қарайды, жаңа бизнес ашамын, бизнес жабамын деген сияқты сондай темаларды эмоционал тұрғыда. Поэтому соны беру керек те еркектерге. Соны берген кезде еркектер енді не алады? Оны айтылды ма, тестостерон өседі. Ол биология тұрды. Тестостерон өсу деген ол үлкен жауапкершіліктен келеді ғой. Оның табысы өседі. Өйткені каждый жауапкершілік, 100% жауапкершілік сен табысың өседі. Ол менің де өмірімдегі 100% гарантия берем, Дәкенің өміріндегі 100% гарантия. Өйткені реально еркектерде солай жауапкершілік қарасаңыз, мысалы, неше түрлі кәсіпкерлер, неше түрлі мықты жігіттердің артында тоже семья жатыр ғой. Олардың да артында үлкен жауапкершілік бар. Табыстары бізде одан да үлкен де, өйткені ол реально айтқан кезде ол сезінеді. Жаңа жауапкершілікті алады. Үшіншіден ол еркектің мысы пайда болады. То есть жаңағындай ұрыспай, керіспей сені әйел адам подсознательный уровне сені сыйлай бастайды. Ол сыйлағанның оның дауысынан, оның телодвижениесін байқасам болады. Ол сені қорқпайды, бірақ сыйлайды, жақсы көріп сыйлайды да. Қорқып бөлек қой, ол сені ұрып соққан бөлек қой ол сыйлау. Ол сені үнемі іште бір түрлі, ал сені жақсы көріп сыйлаған ол вообще бөлек та. Ол екі түрлі зат ше. Сондай моменттер болады да. Сол себептен еркектер, егер мына видеоны көріп жатсаңыздар, енді білмеймін, намыстарына тиетін сөздер айтылып жатқан шығар, бірақ как она есть да. Бұл жерде екеуі не айтып, мен өзім үйленгенмін, менің бір балам бар, Дәке тоже үйленген, екі баласы бар уже. Поэтому біз бәріміз өзіміздің өмірімізден өткен, біздің клиенттерімізден, пациенттен өткен заттардың бәрін айтып. Поэтому бұл аспаннан алып отқан әңгімелер емес, иә. Поэтому астарына тоже тіркеліп кетіңіздер, обязательно. Өткені бұл YouTube канал тағы айтайын, именно осыны трансформационалық өте бір пайдалы ақпараттар берілетін YouTube канал болады. И в целом, құдай қаласа, пікірлерін жазыңыздар, өздерің ойларыңыз жазыңыздар. Қызық тақырыптар болса, біз келесі 3 күннен кейін тағы да осын қозғаймыз. Дәке, айтатын сөздеріңіз бар ма тағы да? Енді адам өзімен өзі шынайы болып, өзінің жаңа ішкі қайылын дұрыстап, өзімен жұмыс жасаса, көп нәрсе өзгеріп кетеді, негізі тез болады. Тез оңай болады. Бірақ жүре берсе, болашақта кейін бір иллюзия өмірмен болашақта өзгеріп кетем кейін десе, ол жүре береді солай. И опять же, ең сорақысы, ең қиыны, соны көріп жатқан балдар, оларды дәл плюс-минус сол болып шығады. Сол үшін жігіттер, ол жауапкершілік деген ол енді біздің ата-бабамыз мықты неден келатыр қой, анау баһадүр бабаларымыз не то что бір әйел мен бала, олар үлкіл елдің несін ойлаған ғой да, вопросын шешкен. Олардың енді мен қазір ойлаймын да, эмоциональный состояниелер қандай болған енді. Не то что мына жерде бір баланың аяқ киімі мен тамағын ойлап отқан жоқ қой, олар там бүкіл елдің да үлкен жауапкершілік қандай. Қазір енді еркектер майдаланып кетті десек, бәрімізге тиеді, бірақ жігіттер қыздардың ренжуі ол дұрыс нәрсе, олар ренжиді, потому что они хотят, чтобы расслабленно өмір сүргісі келеді негізі олар. Кайфовать етіп өмірден, бірақ жігіттер расслабляться бермегеннен кейін ол состояниені, олар амалдың жоғынан вариант жоқ, не істейді енді. Күтіп отырса, анау действительно маңыратып жатыр, сосын амал жоқ, барып пахать етіп жатыр, істеп жатыр, жағдайды істеп жатыр. Бірақ ең қиыны соны көрген қыздар ертең соны қайталайды да. Вот енді осы туралы айтайықшы, психосоматика жайлы ше. Мен осы жауапкершілікті ала алмаған еркектер,
әйелдер жаңағы еркек болып кеткендер, вот менің де практикамда, сіздің де практикаңыз мол, ол психосоматика тұрғыда қандай аурулар болады? Енді ол көбінесе щитовидкамен проблема болады, ана гормональный өз-өзін салыстырып жүреді постоянно, анадан төмен көретін, анадан жоғары көретін самооценкасымен проблема болады, түсіп кетеді, ауру болады. Ол лишний вес обязательно болады, өйткені ол ренжим деген состояние постоянно ішінде анаған ренжиді, бастығына ренжиді. Енді біздің байқағанымыз сол адамның ішінде сол қали болады да, постоянно ренжим деген ол даладағы таксиге ренжесе, үйіне барып мамасына ренжесе, жұмысына барып бастығына орындарын ауыстырып ренжіп жүре береді, іштей бір айналдырып. Одан кейін не болады? В основном енді гормональный сбой болады, по женскому қыздарда жаңағыдай еркекке деген обидадан кейін жаңағы киста, миома, эрозия олардың барлығы енді низ животамен проблема олар болады, сосын жаңа уплотнениелер шығады, киста деген сияқты. Сосын аллергия мен раздражение ол менде ол постоянно болады. Сосын кожный болезньдер, экзема жаңа. Аллергиялар. Енді қараңыз, жауапкершілікті алып алған әйел, ол түп санасында еркегін әлсіз санап тұр ғой. Иә, ол дәл сондай тауып алды ғой. Әлсіз санап тұрса, оны бала көріп тұр ғой. Бала көріп тұр, иә. Дұрыс па? Мысалы, қалай ол сен еркекті әлсіз санауды? Ол бала артында кішкентай бала деп тұрсың ғой? Не взрослый деп тұрсың ғой, дұрыс па? Әлсіз деген сөз сонда емес па? Если сенесің прямой периоды әлсіз, ол не взрослый, значит сен оны кішкентай бала көріп тұрсың. Соответственно, сенің молочной железы здесь страдает. Уплотнение, мастопатия, мастит деген сияқты. И сол сияқты, мысалы, аурулардың бәрі просто так пайда болмайды. Ол сол подавленный эмоциядан, сол моменте айтылмаған сөздерден, моменте айтылмаған ойлардан, сөйтіп әйел адам былай айтқан кезде, осы 20 жылдық, 30 жыл тұрмыстың ішінде ауру болады таке. Поэтому кімде қандай аурулар бар, осы психосоматика жайында мы можем разобрать полностью, потому что дене, сен өзіңді алдау мүмкінсің, сен өзіңе изменять ет, өзіңді алда, бірақ сен адамның денесін алдай алмайсың. Ол адамның денесі санау дақ сияқты көрініп тұрады ғой дәке, иә. Қанша жұмсаң да қанша кетпейді ол, өйткені ол сенің ішкі эмоцияларың. Оны алда алмайсың, действительно, ол денең сенің как бір датчик сияқты шығарып тұрады, соны сен показателің ғой. И мен екінші неден көрем, балалардан ше, бала, мен білем да, ребенок это индикатор семьи, отношения семьи. Если бала жиі ауыра беретін болса, жаңағыдай сөйлемейтін болса, тағы да бір аурулар болатын болса, іші қату, аяқ астынан запор, резко болып кететін температуралар болады ғой. Ауырыншақ дейді ғой, ол сол үйдегі эмоция, үйдегі атмосфера бычыт таке. Сол ана, әлі екеуі взрослый емес, әлі мен еркек, мен әйелім деп жүр. Мен дедім, ау деп, короче, екі қырылып жүр да, и бала соны страдать етеді. Даже көбеге, даже сен үйде ұрыспаса да, екеуі, сен далада ұрысып келсең де, на эмоциональный уровень ол бала сезеді. Сенің сол 14 жасқа дейін әйелдің эмоциональный халі ғой, сол бала соны сезеді. Мамасының настроениесі болмаса, состояниесі дұрыс болмаса, психически шамалы бір ауытқу болып тұрса, ол бала сезеді соны. Дұрыс айтасыз, бала не үшін сезеді, потому что кейде енді мен күліп жүрмейсің ғой, үйде бірдеңе жасайсың, и маған қыран келеді. Папа, почему ты не смеешься? Я говорю, папа не всегда смеются, это нормально. Сразу сезіп қояды да. Өйткені өзінің бір какой-то переживание болып тұр ғой ішінде. Папа, почему ты не смеешься? Дейсіз, уже бала уже подавливает. Өзімізде, мамамыз, папамыз ұрысып жатса, осы екен ұрысып қалмаса екен деп қорқып жүретін еді ғой. Бір нәрсе болып қалмаса екен. Анау ше, анау ойда екен, папаң ішіп келсе не болады? Папа ішіп келсе. Папаң ішіп келсе қазір сразу. Анаңды уайымдайсың. Мен бар ғой, өзім дәке білмеймін, қазір кім көріп жатқан шығар, адамдарда енді ашық қой, 90 жылғы әкелердің бәрі ішті ғой. До конца ішті ғой. И сол кезде мен андай енді жасым 5-6-да, и мен енді әкемді жұмыстан күткен келем ғой. Келген кезде анау құшақтаған кезде, ауызынан перген кезде насырым түсіп кетуші еді ғой. Сізде сондай болып жүр, и баланың ана несіне құртады да, эмоциясына. Өйткені бала енді жақсы көреді ғой, әкесін жақсы көреді, анасын жақсы көреді, и сондай состояние көрген кезде енді ол кезде түсінбейсің ғой, не үшін іше береді, неге қоймайды деп. Енді қазіргі жағдайды көріп жатсың, что оказывается ол эмоциясын солай шығарған екен да. И бала оның бәрін сезеді. Сол себептен сіз өзіңізді алдай алмайсыз, сіз өзіңіз денеңізді алдай алмайсыз, сіз үйдегі кішкентай балаларды алдай алмайсыз. Өйткені бала оны бәрін, как ана Bluetooth сияқты сезіп отырады ғой. Автомат түрде синхронизация болып отырады, оны сіз байқамайсыз. Сол себептен, пожалуйста, құрметті ерлі-зайыптар, құрметті әйелдер, өздеріңіздің таракандармен жұмыс жасаңыздар. Кішкентай жақтағы травмаларды алып тастаңыздар. Өйткені осының бәрі сіздің өміріңізге, балалардың болашағына, өзіңіздің жаңағындай здоровый атмосфера семьяға әсер етеді. Бәлкім біздің сол әкелеріміз
осындай болмаңдар деп пример есебінде көрсетіп кеткен болып тұр ғой бізге. Жалпы мен оны Осындай қалай болса, қабылдаймын, иә, дұрыс айтасыз. Сен балдарың маған айт ертең деген сияқты. Ол әке туралы отдельная тема. Келесі тақырып айтшы, әке туралы сөйлесейікші. Құдай қаласа. Жалпы әке туралы енді сіздің бәрінің әке шешеңіз идеальный болған жоқ қой, дұрыс па? Біреуді ұрды, біреу соқты, біреу жауапкершілікті до конца ала алмады, біреу қашып кетті, лақтырып кетті деген сияқты. Бірақ сол кісілер сіздерге как не надо ретінде үйретті да, солай хотя бы қабылдау керек іштей. Пока қабылдамағанша сенің Құдайға претензияңды айтып отқандай сияқтысың да, типа саған жаңа көлік алып береді, неге маған басқа көлік алып бермедің деген сияқты сондай претензиямен қарайсың Құдайға. Сол себептен как есть қабылдап білу керек. Все, в принципе, осымен подкаст тамамдады. Астына комментарий жазып кетіңіздер. Қызық па, қызық емес па, енді өздеріңіздің жеке пікірлеріңіз. 31-ші күні Астана қаласында офлайн тренинг туралы толық ақпарат осы комментарий астына қалдырып кетемін. Живой форматта менімен Жәкемен кездесе аласыздар. Как раз әңгімелесеміз, сөйлесеміз. Сол жерде бір кісіге терапия жасап беремін ба деген ой болып тұр. Вообще керемет. Сау саламатты болыңыздар. Дәке, өзіңіз айтып жүріңіз. Все, жақсы. Астына жазып кетіңіздер, қандай сұрақтарыңыз бар, түртіп қойыңыздар. Сіздердің запростарыңызбен біз келесі рилсымызды түсірейік, Құдай қаласа. Все, аман болыңыздар.